жаңағы орыстың саясатына барып тіреп жатыр да оны. Мысалға айтайық, Россия Қазақстанды жаулады, отар болды Қазақстан. Содан кейін ежелден барлық уақытта мен Жұмағұл деген бір күй тартамын, мысалы, домбырашымын. Сонда мысалы Жұмағұл деген бір кісі ағаштан ат жасап аспан құшады, сонда ақ патша естиді, ол ат маған ғана лайық, ана жігітті ұстап алып келіңдер деп әскер жібереді. Сонда аналар барады да, әскер барады, жаңағы ұстап алып келеді. Сонда Жұмағұлды патшаның алдына әкеліп қойғанда, атыңды маған бер дейді, маған қызмет қыл дейді, анау қызмет қылмайын дейді, сонымен өлтіреді. Бұлай ғана бетіне ғана оқиған мысалы. Сонда мысалы жаулаушы халық қол астына түскен басқа әлсіз халықты, елдігінен айырылған халықты мысалы ең әуелі іске татитын басы биік тұрған серкелерін құртады дейді. Өйткені кейін ол халық қарсы шықпас үшін өмір мәңгі бақи мыңдаған жылдар бойы құл қылып ұстау үшін мысалы сол халықтың бас көтере алатын адамдардың бәрін құртады дейді. Сол Жұмағұл соның метафоралық жиынтық бейнесі дейді. Кешегі Әлихандар, мысалы Мағжандар, Ахмет Байтұрсындар, солар Жұмағұлдар деп айтқанда. Ал енді біз құлдыққа түскеннен кейін не болды? Мысалы барлық уақытта Ресей культивация дейді ғой, культивировать дейді ғой. Мысалы ежелден билік басына кімді отырғызып келді? Білесіздер ғой, совет замандарында отырды. Димаш ағамызда сияқты адамдар отырды. Бұл ежелден келетқан ауру. Сондықтан нәтижесінде біздің мына қазіргі билік басына советтік номенклатура жаңағы жақсылап тұрып отырды. Олар халықтың тағдырына плевать, қалтасын толтырып шетелге кетуге болды, басқа түкті керек жоқ. Сондықтан оларға ұлттың тағдыры, ұлттың мәдениеті құрып бара жатқандығын айту бесполезно. Сондықтан менің ойымша жаңағы әрине ол мир не без добрых людей дейді ғой. Мысалы адамдарды іздеп табу керек. Мысалы жоғары жаққа бара алатын, айта алатын, сөз өтетін адамдар, сосын ауқатты адамдарды іздеп табу керек. Ал балаға бірден ұғындыру, ол Васька слушает да есть дейді ғой орыстар. Оны айттың да айтпадың да без разницы. Осы егемендік алғаннан бері қазақтың журналистикасы осы қаншама мәселені, ылғи ұлттың мәселесін көтеріп келеді. Артына қыстырмай айтады, түкіргені бар. Халық дегенде бір сайлау тақап қалған кезде ғана есіне түсіреді. Уже халық деген аты да жоқ, электорат дейді просто. Быдло жаңағы сайлауға қатысып, саған ана жоғары жақтан кресло алып беретін бір жүрген тобыр айтады. Сайлау тақаған кезде сол есіне түседі. Айтпақшы біздің халқымыз бар еді ғой дейді. Сол кезде бір есіне түседі. Одан кейін сайлауға дейін, одан кейін ол жайына қалады бәрі. Ана бір орыстың журналистінің айтқаны бар. Чиновники даже сейчас не знают, что делать с казахским народом дейді. Көрдіңіз бе? Қалай свалкаға лақтырып жіберуге, я жаңағы ары ойлап, бері ойлап, бас қатырып, соның ойлап, енді өлместің күнін көретіндей қылып қана ұстап отырды, мысалы. Ұлттың байлығы қалай тоналып жатқанын білесіздер, сондықтан я не думаю, что вот эта проблема Казахфильма, проблема анимации, это не нечто отдельно от вообще судьбы нации, вообще от судьбы мира, понимаете? Оның бәрі бірмен-бір бүйтіп байланысып жатқан нәрселер, сондықтан оның тамыры анау ұлы мемлекеттердің саясатына барып тіреледі. Сондықтан біз мына бұлақтың басын бармай, мына төменгі жағында шешкіміз келеді да. Ол ана жақтан келеткен нәрсе ғой. Ол үшін жаңағы ана жақтағы океанның ар жағында тұрған шетелдердің көзқарасы өзгеру керек. Олар мүдделі болу керек. Естуімше мүдделі дейді, как ни странно. Бізде де информация бар ғой жоғары. Үлкен каналдардың соны. Как ни странно, оказывается, Китай заинтересован, чтобы подразумеваться. Как ни странно. Скажи, не поверите. Қытай мүдделі дейді, қазақ мәдениетінің өркендеуіне. Өйткені жаңағы осы жерде отырған единственный бір күш деп қарайды екен. Және бір таңғажайып Америка мүдделі дейді. Мысалы үлкен бір сөзіне сенбеуге болмайтын бір адам айтып отыр. Сенбейін десең солай дейді. Бірақ әзірге біз результатын көріп отырған жоқпыз. Мүдделі ештеңесі жоқ. Мысалы қанша айтылып жатыр, жоғары жаққа қаншама біреулер арқылы қағаз жіберіледі, қаншама қатынас қағаздар кетеді, қаншама журнал, газеттер қанша айтылады, түкте ешқандай нәтиже жоқ. Сондықтан мысалы мен бір аттарын айтпай қойын, осы мына Смерть Көкбалақа деген бір кино сценарий жаздым Абылайхан туралы. Соны жаңағы әуелі француздардың өтініш бойынша жаздым. Ал француздар қазақша түсінбейтін болғандықтан орыс тілінде жаздым. Смерть Көкбалақа деген жаңағы Абылай Галдан Цереннің қолында 2 жыл тұтқында жатады, сол оқиғаны жаздым. Барады, жатады, аман есен Абылайдың тірі екенін естігеннен қазақтың билері посольство шығарады, барады, саудаласады. Сонымен Әбілпей сұлтанға айырбастап алып қайтады осы оқиға.
Сосын нарын соғысы айбазын. Соны француздар бір-екі жыл ұстады да, мы не можем снимать такие фильмы. Это слишком бюджетный фильм деп қайырып берді. Сосын атын айтпай ақ қояйын, бір адам арқылы жіберіп көрді. Екі адам арқылы жіберіп көрді жоғары жаққа. Сонда екі адам да қайырып әкеліп берді. Болмайды. Ан жақта жарамайды деп айтты, болмайды деп айтты. Сосын екінші рет жіберіп көріп тағы бір адам арқылы. Ол пәленше деген адамға апарып еді, ол конкурс давно закончился, уже фильм начинать уже снимать, вы опоздали деп қайырып әкеліп берді. А кейіннен сол адаммен әңгімелестік. Біз мына жіберген адамымыз бар ғой. Ана курьер емес, ана жіберген адресатымыз бар ғой. Маған ешкім ештеңе әкеліп берген жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Сондай қазақтың азаматтары ел үшін қабырға саясат деген адамдардың істеп жүрген. Бересің, апарып бермейді екен де ешқашан. То есть на деревне дедушкамен Чехтың әңгімесінде бар ғой, бала хат жазып жібереді. Көрген қорлығын бәрін жазады да, хат жаңағы адресін білмейді, на деревне дедушка жазып қоя берді. Ол атасына жете ме жазып? Жетпей ме ол еще вопрос. Сондықтан біздің мына жерде айтып жылап еңіремізді қоямыз, ол ешқашан анша жетпейді. Сондықтан менің ойымша біз енді баспасөз тарапынан біз қолдан келгенше айтамыз, насихаттаймыз, құлақтарына жеткізуге тырысамыз. Менің ойымша енді бір үлкен бір орган болған, Қазақфильм ықпалды, дауысы зор болу керек. Ол үшін ана жақта өзінің адамы болу керек менің ойымша. Өйткені Қазақфильмнің мәселесіне қанша жыл болды, егемендіктен бұрын анау совет заманында айтылып келеді мысалы. Енді қазір де айтылып келеді мысалы. Түкте қозғалатын ештеңе жоқ.